Бақыт жаап көктен аққардай, байлыққа тұнып жатқандай, бақуат болсын жаңы жыл, бақыттың балын татқандай. Қырғыз менен қазақты қайрадан телекөпір арқылы көріштіріп жатқан қошқанат телекөрсөтүүсү назарыңыздарда. Саламатсыздар ба? Бардыңыздарды босоғода қамданып тұрған жаңы жылыңыздар менен чын ықыластан құттықтайбыз. Ал эми қазақ халқын жақында ғана майрамдап өткен егемендик бұл күнді еңсебесек неге келдик? Бұл күнгө жетиш үчүн эчен реттер өлдүк та, эчен өлдүк деп Кыргыз Республикасынын калк акыны Амантай Кутманалиев ырдагандай, қазақ халқын жақында өткен егемендүүлүк күнү менен чын ықыластан жалпы ала тоо журту кызуу құттықтайбыз. Эч убакта қазақтың асабасы жерге түшпөй, тәуелсиздигиңиздердин түбөлүгү түз болсун дейле. Армысыздар, қымбатты көрермен. Бүгін Қазақстан мен Қырғызстан халқы болып Астана мен Бішкек студияларында 10-шы рет халықаралық телекөпір арқылы жүздесіп отырған жайымыз бар ағайын. Шын айтсақ, ең жақын бауыр, ең тату көршімізбен қос қанат жобасында қауышуға үйреніп қалыппыз. Бұл біз үшін тек эфир емес, екі елдің мәдени, тарихи және рухани байланысын нығайтатын нағыз көпір. Дәл солай, Ләйла, 10-шы телекөпір есеп үшін емес, екі ел арасындағы берік байланысты көрсету үшін жасалған шара. Біз бір жыл ішінде дәл осы көгілдір экран арқылы қырғыз бауырларымыздың әдебиетін, мәдениетін, дәстүрін, тарихымызды тереңінен түсініп, қаншалықты бір жақын халық екенімізге көз жеткізгендейміз. Егер көрші мемлекеттер мен бауыр елдер дәл осылай бір-бірін қолдап, жиі кездесіп отырса, әлемдегі дау, жанжал мен соғыс азаймай ма еді деп ойлайсың? Қазақ пен Қырғыз арасындағы достық құранмен емес, тарихпен дәлелденген қиын сәттерде де, қуанышты күндерде де екі ел жақын болды. Бүгін қазақ елінің тәуелсіздік күнімен құттықтап отырсыздар, қырғыз бауырлар. Біз алғысымызды білдіреміз қымбатты Бішкектегі біздің қырғыз ағайындар. Сіздердің де қолдауларыңызға шын жүректен біз әрқашанда биік бағалаймыз. Екі елге де тәуелсіздік мәңгі болсын, ынтымағымыз берік болсын, келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын дейміз. Аққарлы қыштың кечінде аязы менен алышқан аққалпақ жұртуысы жана айырқалпақ қазақ халқына дағы бір рет қызу құттықтоо менен ескі жылға раасчылык айтып, жаңы жылды жакшы тилек жарым ырыс менен тоскону турган жалпы жұртуызға ысык ықыласыбыз менен бүгүн мештин түбүндө керемет кечибизге омоктуу ойлорубузду, керектүү кемеңгер кептерибизди салган турабыз. Бүгүн биздин студиябызга Астана менен Бишкектин ортосундагы быйылкы өткөн тагыраагы 25-жылда кыргыз казактын тарых кошкон эмес, табият кошкон биримдигин, бир туугандыгын, эгиз эл экендигин далилдеген, эчендеген жакшы саамалыктар жана окуялар болду. Так ушул окуялардын бардыгына сара эсеп занып, жаңы жылга кандай максаттар, тилектер, пландар бар, бардыгын чогуу акылдашканы турабыз. Бүгүн биздин куттуу студиябызга келген конокторубузду тааныштыра кетсек, алардын алгачкысы Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Мадеминов Аскар Шүкүралиевич агабыз, жана ошондой эле Кыргыз улуттук Манас академиясынын президенти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, 25-жылды куружуну толо бакытка, ырыска толтуруп, жакшы жыйынтыктап, кыргыз менен казактын эртеңки мамилеси үчүн зор иштер жасап кеткен куттуу академиянын жетекчиси Назира Аалы кызы. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Саламатсыздар. Аскар ага, Назиреже 25-жыл кыргыз менен казак үчүн өтө жемиштүү жылдардан болду. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстан түрк дүйнөсүнүн төрагалыгын Кыргызстанда жасады. Анын катарында биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожо уулу менен Казакстан президенти Касым Кемел уулу Токаевдин ортосундагы атайын расмий визит дагы орун алды. Анын катарында биздин борбор калабыз Бишкек шаарында Абубезов менен Айтматовдун айкелдерин орнотту. Казакстандын Кыргызстанда маданият күндөрү өттү. Айтор кайсы жагынан албайлы, маданий жагынан дагы, саясий, экономикалык жагынан дагы, илимде жаңы термин пайда болгон жумшак күч саясатында дагы өтө бир бийиктигине жеттик. 25-жылга Маданият министрлиги, Манас академиясы кандай сара эсеп саласыздар? Ал эми келе жаткан 26-жылда биздин максатыбызда, планыбызда, иш мерчемдерибизде эмнелер катылган? Кыргыз менен казактын табият эле кош койгон эмес, тарыхтагы далилдеп турган, эчен деген доорлордон ушул күнгө чейин жеткен бир туугандыгыбыз, боордоштугубуз, бирге келе жаткан достугубуз, биримдик ынтымагыбыздын андан ары көздөй улантууга кандай аракеттер бар? Сөз сиздерде болсун анда. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу урматтуу кесиптештер, урматтуу боордош казак эли. Азыр өзүңүз белгилеп кеткендей, 2025-жыл кыргыз казак ортосундагы маданий жана башка искусство, би, музыка, театр ар кайсыл тармактан аябай көп жемиштүү жыл болду десек болот. Баарыбызга белгилүү болгондой,
боордош казак туугандарыбыз менен биз бир нече эл аралык уюмдарда мүчөбүз. Ал КМШ, Түрксой, ШОС жана башка эл аралык уюмдарда. Ошол эл аралык уюмдардын иш чараларынын алкагында дагы бир нече 20-дан ашык иш чараларга, маданий иш чараларга чогуу күбө болдук. Акыркы соңку иш чараларды эле айта турган болсок, мисалы ноябрь айында биздин түштүк борборубуз Ош шаарында улуу жазуучу, акын Абай атабыздын көчөсү, эстелиги, ошол эле учурда музей ачылып, ал жака Казак Республикасынын маданият министри Балаева Аида Галымовна өзү келип, биргеликте ошол жакта көчөнүн жана эстеликтин ачылышында болуп, андан соң эле биз Кыргыз улуттук филармониянын жамааты менен Алматы шаарында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык Чыңгыз Айтматов атабыздын 100 жыл туулгандыгына 100 жылдын арналган жарлыгын ишке ашыруу максатында Кыргыз улуттук филармониясынын жамааты менен Жамиля көргөзмөсүн барып коюп келдик. Ал деген аябай чоң эки өлкөнүн ортосундагы мамлекеттик деңгээлге көтөрүлдү. Себеп дегенде ал иш чарага эки өлкөнүн мамлекеттик катчысы, Казакстандын да мамлекеттик катчысы келип катышып, бул иш чарага чоң макамдагы бир көңүл бурулду да. Анчлаг менен өттү, аябай казак эли мүмкүнчүлүктөн ыраазычылык билдирип кетем казак маданият министрлигине, Алматы каласынын мэриясына, ушул бизди жылуу тосуп, бизге жардам берип, эч бир аксатпай, бөксөтпөй, аябай жакшы жогорку деңгээлде өткөзүп келдик да. Ошол сыяктуу кыргыз-казак ортосундагы ар кандай маданий иш чараларды кийинки жылга дагы пландап турабыз. Баса белгилеп кетсек, аябай чоң иш чаралар бар. Өзүңүзгө белгилүү болгондой 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бар. Ошондой эле ШОСтун алкагында дагы көптөгөн иш чаралар бар. Албетте биз жалгыз казак элдери менен эмес, башка боордош коңшу элдер менен дагы аябай көп деген иш чаралар бар. Кудай бурса белди бекем буп, ошого даярдык көрүбүз. Ыраазычылык билдиребиз. Чыны менен Борбор калабыз Бишкекте дагы биздин экинчи борбор атыккан, Борбор Азиядагы эң калкын жыш жайгашкан аймагы Фергана өрөөнүндөгү тарыхы 3000 жылдык арткан Ордолуу Ошто дагы Абай атабыздын айкели ачылып, көчөгө аты берилип, музейинин ачылгандыгы бул өтө керемет көрүнүш. Бул дагы болсо кыргыз менен казактын эртең үчүн кылып аткан далакерлик, ошондой эле инвестициянын далиле бар болсун дейли эки элдин бир туугандыгы. Назириже, Манас улуттук академиясынын быйылкы жасаган иштери 26-жылга кандай максаттарды коюп атасыздар? Мен эшиткенден Валихановдон кийин сиздер Ауезов тартууну дагы баштагансыздар. Деги эле бүгүнкү күндө Манасты пропагандалоодо кыргыз казак окумуштуулары болуп көрбөгөн аракеттерди көрүп келет. Келечекте кандай пландарыбыз бар? Негизи биздин элибизде айтылат эмеспи, ынтымак жакшы, ырк жакшы, рыскылуу журт жакшы деп. Баракелде. Дайыма ушул ынтымактын кебин айтып келебиз. Анан ушул кош канат долбоору бул ушул эки элдин ынтымагын даңазалаган. Эң маанилүү маданий окуялардын баарынан маалымат берген, эки элди бириктирген, эл шаркак кылып, ушундай сонун кылып маданиятын чагылдырып аткан эки элдин долбоору бул өтө бир сонун керемет долбоорлордун бири. Рахмат. Анан ушул кош канатка келип биз мына ушул казак-кыргыз биримдиги, ынтымагы, ошонун ошол жаатта кандай иштердин жүрүп жаткандыгын ушул жерде мына жакшынакай айтып берүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөндүгү бизге ого беш бетер кубандырат. Мына былтыр эле өзүң азиз ал кезде академияны жетектеп турду элең, декабрь айында биз эң алгач Алматыга барып, Муктар Абоозовдун үй музейинде Түрксой менен биргеликте Саякбай Карлаевдин 3 томдук китебинин бет ачаарын уюштуруп келген элек. Баш ошондон башталган эле. Анан биздин Манас улуттук академиясынын эң бир негизги маанилүү оз ыйпаларынын бири бул Манасты, кыргыздын эң негизги маданий коду болгон Манасты дүйнө жүзүнө таанытуу эмеспи. Дүйнө жүзүнө таанытууну биз алыстан баштабай, жакындан жаныбызда турган тили бир, дили бир коңшу элден, анан өзгөчө айта кетүүчү нерсе, биз
эң алгачкы Манасты кагаз бетине түшүргөн манастануучулар деп биз кимди билебиз? Биз Чохан Балиханов агабызды билебиз. Ошон үчүн бул нерсенин баары бизде болжонуп планда турган нерсе болчу. Анан ушул былтыр Мухтар Ауызовдун үй музейине барып, эң алгач баягы болжол алгандан кийин эле быйыл ушул Чохан Балихановдун фильмин тартууну ийгиликтүү ишке ашырдык. Аны ишке ашырган биз менен мындай канатташ болуп, биз менен чогуу иш алып барган Барсбек студиясынын продюсери мына ушул Кош канат долбоорун ийгиликтүү ишке ашырып келаткан, эки элдин ынтымагын арттырууда чоң эмгек салып аткан биздин мыкты документалистибиз Нуриза Чинтемированын күчү менен эң сонун бир ишке ашырдык. Мына ошол фильмди тасманы элге алып чыгууда Казак маданият министри Аида Балаева айым өтө бийик баасын берип, бул тасманы Казакстанда дагы көрсөтүп, бет ачарын уюштуруш керек деген сонун бир изги тилектерин айтты. Биз эми эмне себептен мына ушул азыр мындай деле пикирлер айтылып атат. Бизде манастануучулар көп. Эмне үчүн башкасын тартпайсыңар? Башкаларынан баштаган жоксуңар деген суроолор да болбой койгон жок. Бирок биз эң алгач ушул өзү саякатчы, окумуштуу, жер кыдырып келген Чохан Балихановдун көңүлүн бурган Манас, таң калтырган Манас болуп, анан кагаз бетине түшүрүп атат. Башка улут башкача түшүрөр беле, бирок биздин тилдеш казак элинен чыккан Чохан болгон үчүн кагаз бетине түшүрүп, бизге мына калтырганы бүгүнкү күндө бул эң бир жакшы тарыхый документтердин бири болуп келет. Анан ошондой эле экинчиси Мухтар Ауызовдун бейнесин ача турган так ушундай документалдуу тасманы тартуунун астында турабыз. Тартылып бүтүп, монтаж иштери калды. Бул жерде дагы Манасты сактоодо, Манасты таанууда Ауызовдун ала тоодо эмгегин биз кантип айтпай кое алабыз. 52-жылдагы баягы тарыхый билесиздер жыйында сүйлөгөн сөзү, Манастын ордун баса белгилегендиги. Анан ошол тасманы тартууда биз өтө бир кызык жагдайларга туш болдук да, маалыматтарга туш болдук. Ошол учурда өткөн кылымдын 30-жылдарында жашы 20-дан жаңы ашкан, 30-га чыга элек казак менен кыргыздын чыгаан уулдары ушул Манастын бийик экенин, Манастын улук фольклордук эпикалык мааниси өтө бийик чыгарма экенин ошондо эле ошолор белгилеп, айтып, күрөш жүргүзүп кадимкидей баардык жыйындарда. Ал кезде улутчул болуу өтө коркунучтуу жагдай болчу. Билесиздер, советтик идеологиянын үстөмдүгү катуу иштеп турган, терең жанагындай иштеп, улутчул болгонду шак эле алып барып түрмөгө салып аткан мезгилде коркпостон Манастын маанисин жогорулатып айткан Ауызовдун эмгегин кыргыз кантип унутат. Ошон үчүн ошол Ауызовго арналган документалдуу тасмабыз дагы мына тартылуу алдында турат. Анан албетте Манасты даңазалоодо мына жакынкы эле учурда 3-декабрда эл аралык чоң илимий конференциябызды биз ишке ашырдык. Манас улуттук академиясы. Ага 6 өлкөдөн чоң манастануучулар келди. Улуу Британиядан, Индиядан. Мына ошолордун катарында биздин эң жакшы көргөн, биздин кыргыз калкында аброю, урматы аскатоодой болгон Баянгали Алымжанов агайыбыз келип катышып, эң бир сонун доклад жасап, доклады бүгүнкү күнгө чейин чоң талкуу жаратып, ошондой эле Манас театры Баянгали агайдын китебинин бет ачарын уюштурду. Мына кыргыз эмес, казактан чыккан, дүйнөдө эгеле кыргыз эмес манасчы жок. Кыргыз эмес жападан жалгыз Баянгали агабыз дагы мына казак жергесинде Манастын кадырын арттырып, Манасты айтып угузуп келет. Ошон үчүн ушул Кош канат эки элдин ынтымагын бириктирген, эки элдин маданиятын даңазалаган долбоордо биз ушинтип жар салып, Манаска кызмат кылгандарды айтып, жаңы жылдын алдында айтып отурганыбыз дагы бул биз үчүн өтө чоң сыймак. Ырашчылык билдиребиз. Чыны менен бул кара жердин бетинде куштун кош канаты сыяктуу көздүн агы менен карасындай болгон, казак акындары жазгандай, бир төбөнүн өркөчүндөй, бир бээнин эмчегиндей эгиз эл, бактылуу эл кыргыз менен казак гана. Бир эл, эки мамлекети бар так ушундай улуу көрүнүш түбөлүккө казак бауырлар айткандай самгай берсин. Студиябыздагы биздин кебибизден Данар Көз Астанада улантабыз. Урматтуу кесиптештер, сөз сиздерден да.
Рахмет, қырғыз бауырлар, біз ары қарай эфирімізді Астана студиясынан Бішкектен эстафетаны қабылдап жалғастырсақ дейміз. Расымен биыл Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы достық қарым-қатынас айрықша көрінгендей. Бішкекте Қазақстан күні аталып өтіп, мәдениет, өнер, спорт саласында бірқатар шара ұйымдастырылды. Қазақстандық өнер ұжымдары, шығармашылық топтар көрерменге концерттер қойып, екі елдің арасындағы мәдениетті жаңа бір деңгейге көтеріп тастағандай болды. Сонымен қатар биыл Қырғызстанда қазақтың даңқты ұлы Шоқан Уәлиханов туралы деректі фильм түсірілді. Бұл жобалар екі халықтың ғылыми және мәдени сабақтастығын көрсететін маңызды қадам болды. Сондай Қазақстанда да биылғы жылы қырғызстандық әріптестерімізге, достарымызға арналған бірнеше іс-шара өтті. Бішкек өнерпаздары Астанаға келіп концерт қойып, көрме ұйымдастырды. Қазақ-қырғыз әдеби байланысын тереңдетуге арналған конференциялар өткізілді. Осы шаралар арқылы біз тек мәдениетпен ғана шектелмей, екі елдің қарым-қатынасын жаңа бір деңгейге көтердік. Бір жыл ішінде осындай кездесулер, бірлескен жобалар қазақ мен қырғыздың бір-біріне деген құрметі мен бауырластығын нығайтып, өзара сыйластық пен достықты тереңдете түсті. Дәл осы тәжірибе екі халық бір-бірін қолдап, ортақ мәдениет пен тарихта сүйене, қауіп-қатер мен түсініспеушіліктің алдын алуға болатынын көрсетіп отыр. Және де осы бауырлас елдің мәдениеті, рухани байланысы беки түсу үшін бір кісідей ат салысып жүрген қадірлі қонақтарымыз бүгін біздің студиямызда отыр. Олай болса таныстыра өтейік. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің төрағасы Ерлан Дәкенов студиямызда қонақта, және Халықаралық түркі академиясының сарапшысы, этнограф ғалым Ағеділ Тойша мырза келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қос қанаттың төріне. Енді жаңа айтып кеттік, біздің Бішкек студиясындағы бауырларымыздың да әңгімесінен өздеріңіз тыңдап өттіңіздер. Расында да екі елдің арасындағы мәдени байланыс жыл өткен сайын бір нығайып келе жатқандай. Осы ретте біз қос қанаттың да Ерлан мырза енді маңызын айтсақ болатын шығар. Жалпы осы бір жобаның халықаралық деңгейде мынау маңызын өзіңіз тоқталып айтып кетіңізші, қаншалықты? Қайырлы күн, құрметті көрермендер, құрметті қырғыз бауырлар. Мінекей біздің кеше ғана өткен тәуелсіздік мерекесімен баршаңызды құттықтаймын. Және де алдымызда келе жатқан жаңа жыл баршамызға құтты болсын дегім келеді. Әрине бұл телекөпірдің маңыздылығы өте зор. Өздеріңіз білесіздер, жаңа ғана айтып кеткендей, 10-шы рет өткізіліп отыр. Екі ел арасындағы ортақ тарихты, бүгінгі күні мына мәдени гуманитарлық байланысты насихаттайтын қос қанат телекөпірі мәдени диалогтың жарқын үлгісі деп айталым. Енді бұл жерде халықтардың, бұл жердегі ортақ тарихымыз, білім, салт дәстүріміз, тіліміз, мәдени мұраларымыз ортақ біріктіреді бұл бағдарлама. Сондықтан да бүгінгі таңда мемлекеттік деңгейдегі ең үлкен жоба деп есептейміз. Рахмет. Енді Ағеділ мырза айтып отырмыз, енді 2025 жылды түйіндеп отырмыз. Жалпы негізі академия түркі халықтарының тілін, әдебиетін, мәдениетін зерттеп сақтау үшін қыруар жұмыс атқарады. Нақты 2025 жылы қандай жұмыс атқардыңыздар? Қырғыз бауырлармен қандай жоспарлар жүзеге асты? Саламатсыздар ма, қырғыз бауырлар, құрметті бауырластар. Біздің түркі академиясына құрылғанда 15 жыл болды. Жалпысы түркі академиясы құрғанда осы Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан 4 ел қол қойып, Нақшбанда түркі халықтарының ортасындағы рухани интеграцияны, білім ғылымның интеграциясын жасау үшін құрылған болатын. Осы бағытта көптеген жұмыстар жасап келе жатырмыз. Бауырлас халықтардың ортасына алтын көпір болып. Соның ішінде енді жалпысы қырғыз халқымен көп ынтымақтаса жұмыс істедік. 60-тан астам кітап жарық көріп отыр. Соның ішінде түркі академиясында мысалы қырғыз ұлтының өкілдері жұмыс істеген. Атап айтқанда түрколог, үлкен ғылым докторы Қадыралы Қоңқабаев ағамыз жұмыс істеді. Бүгінгі күні үлкен түрколог маманымыз Нұрдин Усейіп бауырымыз біздің түркі академиясында шаңырағында жұмыс істейді, осы Астанада.
Сондықтан да қырғыздың бір өзінің өкілі болғандықтан да біздің академияда қырғыздарға қатысты жұмыстар өте жоғары деңгейде, сапалы ғылыми деңгейде өтіп отырады. Оған міне Манас академиясының жаңадан сайланған президент қарындасымыз келіп отыр екен. Осы кісілермен де біз ортақ кітаптардың тұсауын кесіп жұмыс істеп отырамыз. Қырғыз ұлттық ғылым академиясы, Шыңғыс Айтматов атындағы әдебиет және өнер институтымен біріккен жобаларымыз бар. Ол кісілермен де тығыз жұмыс істеп отырамыз. Ал енді өткен жылғы мынау қырғыз десек, қырғызда үлкен рухани қос қанатымыз бар. Ол Манас пен мына Шыңғыс Айтматов атамыздың мұрасы ғой. Сондықтан мынау Манас, Сағынбайдың Манасын, мына Манасшы бауырымыз Исақовтың қара сөзбен жырлаған бұны, қара сөзбен. Бұл әсіресе балаларға лайықты дүние. Осы үлкен еңбегін жарыққа шығарған болатынбыз. Одан кейін бір үлкен еңбегіміз бар, бұл Шыңғыс Айтматов ағамыздың Ақ кеме кітабы. Бұны мына ортақ түрік латын әліпбиінде шығарып отырмыз. Неге дегенде қазақтан Абайды шығардық, қырғыздан Айтматовты шығарып отырмыз. Неге дегенде мысалы Әзербайжан, Өзбек, түркімен бауырларымыз, түрік бауырларымыз, олар осы латын әліпбиінде жүреді. Ол кісілерге оқу кирилл әліппесінен қарағанда етене болсын деп, оқулықтарына ене берсін деп, осылай жұмыс атқарып отырған жайтымыз бар. Сонымен бірге бір қажап кітап жарық көрді. Жаңағы Нұрдин Үсейіп бауырымыз экспедиция жасап академияның. Мына Баткент деген өте үлкен бір тас петроглифтер, тастағы сызбалар, бабаларымыздың тарихы. Бұнда көшпенділердің ойыны әсіресе көкпар, ат үсті өнерлері, найзаласу, қылыш тасу, осының бәрінің терең тарихын көрсеткен Баткен петроглифтері кітабы. Бұны Күнболат Ахматов пен Нұрдин Үсейіп бауырымыз ортақ атқарған бір керемет үлкен ғылыми кітап. Ғылыми түсініктерменен жазып, тұсау кесерін өткіздік. Енді тағы да айта кетсек, бізде ортақ Алаш дәуіріндегі ортақ зиялыларымыз бар. Қасым Тыныстанов, Ешенәлі Арабаев аталарымыз. Міне Әбдірахманов, Қубатова, Байділдаев ағаларымыз екі дәуір инсаны Ешенәлі Арабаев деп. Екі дәуірдің ұлы перзенті адамы Ешенәлі Арабаев деп, Ешенәлі Арабаев атамыз туралы үлкен монография жазды. Енді бір кітабымыз бар, ол өзімнің жазған түрік халықтарының әдет ғұрыптары деген кітабымыз бар. Бұл кітаптың жазылуына мына Қазақстан Жазушылар одағы мен Мәдениет ақпарат министрлігінің жобасы аясында орындалған. Енді бұл әлбетте түркі халықтары үшін баға жетпес мәдени мұра, көп еңбектенген екенсіздер, көп архив ақтардыңыздар. Бұл әлбетте бірнеше жылдың жемісі ғой. Көп рахмет, алғыс айтамыз. Ерлан Ерғазыұлы, енді жаңа Бішкек студиясындағы біздің ағайындарымыз айтып кетті, осы Жәмила спектаклін қазақтың сахнасына келіп қою туралы ұсыныстар түсті. Енді біздің театрымызда да жаңа байланыс өте жақсы орнаған ғой, қырғыздың спектакльдері бізде, біздің спектакльдер ол жақта деген секілді. Осы ретте осы театрлардың, шығармашылық ұжымдарының гастрольдерін ұйымдастыру жұмыстары, жүйелері жалпы қалай жүріп жатыр? Рахмет. Енді өздеріңіз білетіндей, екі ел арасындағы мәдени ынтымақтастық өте жоғарғы деңгейде жалғасып келеді. Оның біразын жаңа әріптесім де айтып кетті. Енді театрларға келсек, біз өте жиі байланыстамыз. Қырғызстанда арт ордо фестивалінде бізде жиі барып тұрамыз. Биыл Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрымыз гастрольдік сапарда болды. Батыс Қазақстанның мемлекеттік драма театры гастрольдік сапарларда болып келді.
Сол секілді мына жана әріптесім айтқандай күні кеше осы қараша айында Қырғызстанның ұлттық филармониясының мюзиклы жаңағы Шыңғыс Айтматовтың Жәмиласын сахнаға қойды. Енді жаңағы айтып кеткендей, болашақта осы келесі жылы Астана төрінде соны көрерменге паш етеміз деген ойдамыз. Биылғы таңда енді өздеріңіз білетіндей Астана төрінде үлкен жобалар болды. Екі мемлекеттік басшысының қатысуыменен Манас ескерткіш ашылды сәуір айында, білесіздер. Екі ел бірлесе үлкен концерт қойылды. Ақсақалдар мен зиялы қауымдардың бірлесуімен дөңгелек үстелдер өтті. Сондықтан осы тамыз айында да үлкен екі жақты мемлекет басшыларының қатысуыменен Бішкектің төрінде Мұхтар Әуезов пен Шыңғыс Айтматовтың жаңағы үлкен композициясы, яғни мүсін ашылды. Ол деген екі ел арасындағы алтын көпірдің бір белгісі деп ойлаймыз. Мінекей көріп отырмыз. Мінекей өздеріңіз көріп жатсыздар. Сол секілді жаңа әріптесім тағы айтып кетті, Ош қаласындағы биылғы біздің ұлы Абайдың 180 жылдығына орай ескерткіші, музейі, көшесі ашылып жатыр. Біздің министріміздің қатысуыменен оның барлығы айтылып кетті, жаңа қайталамай қояйын. Сол секілді бізде үлкен бірлескен кино саласы болсын, жаңағы театрлар. Биыл енді өздеріңізге белгілі Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына орай Бішкектің төрінде үлкен концерт өтті. Сол секілді көптеген біздің тоқтамас мәдени жобаларымыз жалғаса береді деген ойдамыз. Өйткені мәдениетіміз бір, дініміз бір, тіліміз бір дегендей. Сондықтан да осындай үлкен жобалар болып жатыр. Ал бізде театрларға байланысты Ортеке фестиваліне жиі келіп тұрады қырғыз бауырларымыз. Театрал фестиваліне жиі қатысып тұрады. Сондықтан да осы жобалар аясында біз халықаралық деңгейде өте жақсы бағыт бағдарда байланыстамыз. Расымен сол байланысымыз баянды болғай болсын дейміз. Енді дәл осы жерден әңгімемізге бір үтір қойып, студиямызды бір жақсы бір көңіл күйге бөліп, бір әнге кезек берсек деп отырмыз. Студиямызда Нұрболат Арзамас қонақта. Бірге жүріп бір талай, ал жүрегім жырғалай. Азыр жоқсың жанымда сіңеңсіп жүріп қиналдай. Бірге жүріп кеттің қайда, айлаған шауарман, армадай. Қағилайын қарал деймай, қайсы тәді жаралдың ай. Жүрегімді әзіп кеттің әмей сені қайдан табайын. Өмір гүлі жан еркемай жаштық болып тұрбайбым. Ойынып күлген ал күндерім азғы болып тұрбайбым. Бірге жүріп кеттің қайда, айлаған шауарман, қағилайын қарал деймай, қайсы кәді жаралдың ай. Жүрегімді әзіп кеттің әмей, сені қайдан табайын. Студиямызда ән салған Нұрболат Арзамас алғыс білдіреміз өзіңізге, және қымбатты әріптестер, сөз кезегін қазір Бішкек студиясына берсек дейміз. Баракелді кесіптештер, Ағадил ағауызға жана Маданият комитетінен келген ағауызға терең рахматшылдық білдіреміз. Қырғыздың дағы бір залқар таланты Чубак Сатаевтың арман-арманырын кемеліне келіштіріп баянменен атқарып берген біз нұрматты кесіптешіміз бары болыңыз, үніңіз өшпесін дейлі.
торгойдой шаңшып, бұлбұлдай таңшып, аман жүріңіз. Сіздерге жооп қылып, кечеги Құрманғазы Хандайын Нұрғиса Тілендиевтер менен замандаш болып жүрген қырғыздың алыптары Қарамолды, Ыбырай, Атай, Шекербек сияқты, Ниязал сияқты алып қомысшыларымыздың ізін жалғаштырып келе жатқан еларалық қарау сынақтардың жеңушісі Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген артисті Назбек Кенчимбаевты бір туғаны Дастан Кенчимбаев менен құтты студиябызға чакырабыздағы дароо қазақ халқына Қырғыз елінен ысығы ықыласы менен классикалық күйімізді сыныштайбыз. Қабыл алыңыздар. Өзіңіздер көргендей Қырғыз Республикасының ел артисті Нұрак Абдрахманов атауыстың мезгіл жаңырығы күйісін Назбек жана Дастан Кенчимбаевтар кемеліне келтіріп атқарып берді. Разышылық білдіреміз. Тұрматты Асқар Мырза жана Назирайым. Жалпы Қырғыз жұртын, анымен қошып біздің бордошыбыз қазақ халқын кирип келе жатқан жаңы жыл менен құттықтап, бүгінгі сіздер менен болған маегибизди жыйынтыктасак, сөз сіздерден да. Рахмат жоң, тағы бір жолы. Урматтуу бордош қазақ елі, сіздерге да рахмат. Қырғыз еліне, қазақ еліне келе жатқан жаңы жыл менен құттықтап қойға уруксат этиңиздер. Өзүмдүн атыман, жалпы министрликтин атынан құттықтап кетем. Эмне каалап кетет элем? Биз мактанып, сүйүнүп, оозубуздан айткандан чарчабай айтып келген ушул улуу аталарыбыз Ауезов, Айтматов жана башка ошондой
улуу чыгаан аталарыбыз айтып мактанып келгендей эле мен каалайт элем келечек муундан дагы ошондой залкар инсандар чыкса, ошондой атактуу жазуучулар чыкса, композиторлор чыкса, ошолордун дагы аттары тарыхта алтын тамга менен жазылып, кийин ошол келечек муундарда дагы ушундай тарыхый улуу адамдар болуп, эки элдин ортосундагы мындай маданий, тарыхый көпүрөлөрдү куруп, эки элдин достугун дүйнөгө даңазалап, дүйнөгө аты чыккан кош канаттай бир куштун эки канатындай кошо кагып дүйнөнү багынтап турган уул азаматтар чыгат деген каалоом бар, ниетим бар, тилегим бар. Дагы бир жолу бардыгыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Кирип келаткан жыл бакыттын, үмүттүн, достуктун, байлыктын жана өнүгүүнүн жылы болсун деп каалайм. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Надирже. Астана студиясынан Агадил агайыбыздын аябай бир сонун кызыктуу фактыларды айтып берди. Келерки жылы мына так ушул айтылган фактылардын баары камтылган Мухтар Абазов жөнүндөгү чоң бир даректүү тасмабыз жарык көрүп, мына ушул фактылардын баарын бүтүндөй казак кыргыз күбө болот. Ошол планыбызды айтуу менен бирге жана сөз башында Астанадагы ажарылуу алып баруучубуз согуш тынчтык маселеси жөнүндө айтып өттү. Мына согуштар, дүйнөдөгү болуп жаткан согуштар келерки жылы токтосун. Эки элдин ынтымагы мындан дагы арта берсин. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт элибиз. Ынтымакчылык менен, ырашкерлик менен дүйнө жүзүндө жалпы адамзатта, анын ичинде канатташ казак кыргыз элинде токчулук, молчулук жана ошондой эле эң бир сонун жакшы жылдардын бири болсун деген каалоо тилек менен сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Рахмат эже. Кыргыз Республикасынын эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Анатай Өмүрканов ак тилек деген ырында жазгандай, ушул жылы жакындар, акындар жакшы жазсын деп сиздер менен коштошобуз. Жаңырган жыл кыргыз менен казак үчүн дагы чоң долбоорлордун, чоң ийгиликтердин, чоң белестерди ашуунун мол жылы болсун дейли. Бар болуңуздар. Биз сапарыбыздан ары көздөй улантабыз, урматтуу кесиптештер. Ак тилек жылы лебиз үчүн алгыс айтамыз. Албетте Астана студиясы тизгинди алды. Биз болсак сухбатыбызды жалгастырайык. Ерлан мырза, жаңа айтып отурмуз, киноиндустрия саласында ауыз толтырып айтарлыктай сәтті жобалар көп жүзеге аскан экен. Алдагы жоспарлар жайлы айта өтсеңиз. Рахмет. Ала таудың ар жагындагы ак калпакта агайындын ак тилеги кабыл болсун. Жаңа тилектериңизге әріптестер көп рахмет. Енді шында да жаңа біраз жобалар айтылып жатыр. Келесі жылда жоспарлы жобалар бар. Бұл кино мәселесі, кино саласында да көптеген бірлесе істейтін жобаларымыз. Түрксой ұйымы аясында осы Қырғызстанмен бірлесе Қожа Насыр жаңағы жобасы, кино жобасының жобасы жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда енді екі ел арасында бізде Қорқыт Ата халықаралық фестиваль өтті биыл, оған білесіздер, оған да үлкен біздің бауырларымыз қатысты. Қырғызстанда өткен кино жаңа фестивалінде де біздің фильмдер үлкен жетістіктерге жетті деп айталам. Сондықтан да жоспарларымыз көп болашақта. Әрине жана баспалар жайында да айтып жатыр, өздеріңізге белгілі. Біраз екі ел арасындағы меморандумдарға сәйкес, сосын кейін мына баспаларға байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әке туралы ой толғау кітабы қырғыз тіліне аударылды. Оны білесіздер. Және де Қырғызстан Республикасы президентінің мемлекеттік кеңесшісі Арслан Қойшиевтің Тоқымыр кітабы қазақ тіліне аударылып, мінекей бүгінгі таңда біздің кітапханаларымызға таратылды. Сол секілді көптеген біздің осындай бірлесе атқарып жатқан жобаларымыз көп. Енді әлде болашақта осы ынтымақтастығымыз, осындай мәдени байланыстағы жобаларымыз жалғасын таба береді деген ойдамыз. Осындай енді жұмыстар жалғаса берсе, Ағаділ мырза, Қазақстан мен Қырғызстан бір мәдени тандем ретінде әлемдік мәдени кеңістікте бірге көрінуі мүмкін бе? Әлбетте толық мүмкіндіктер бар.
Себебі біздің түркі халықтарының интеграциясы кең кеңістікте бүкіл жер бетіндегі түркі халықтарының ынтымақтастығы таяп келе жатыр. Бір-біріне өте жақындасуда. Соның ішінде өзімізге көріш қоңсы отырған, Алатаудың ар жақ бергі бетінде отырған қазақ-қырғыз, Орта Азиядағы Түркістан өлкесіндегі бауырларымыз, өзбектердің, қазақтардың ынтымағы артатын болса, біз Европа одағы сияқты болашақта мөлтек шекаралары бар, ырысқа, ынтымаққа жарыған бір халқымыз тоқ өмір сүретін, жоқшылықтан айығатын бір керемет бір бабаларымыз аңсап кеткендей, осы қазақ-қырғызға ортақ бабаларымыз Асан Қайғы атамызға аңсап кеткендей, бір жер бетіндегі жәннат сияқты ел құруымызға болады деп әбден ойлаймын. Оған жаңағы бауырларымыз Асекеңді айтып кетті, қарындасымыз Мәдинада айтып кетті ғой. Мына болашағымызды бекемдеуіміз керек. Жастарымызды, балғын балапандарымыздың тілін, ділін, дінін, білімін нығайтуымыз керек. Егер Абай атамыз аңсағандай, сол білімі мықты болса, бірлігі де мықты болады. Бірлік ол білімде. Сондықтан білімді азаматтар пайда болса, бір Шыңғыс Айтматовтың өзі түркі халықтарына үлкен ұран болып тұрды. Әлемге таныту арқылы үлкен ұран болып тұрды. Бір Әуезовтің өзі Алаштың жолын жалғастырды. Екі адамды қарасақ. Сол сияқты біздің болашақ Айтматовтарымыз, болашақ Әуезовтеріміз өз еліміздің балабақшасында тәрбиеленіп жатыр, Қырғызда да. Құдайға бір шүкір қылатын дүние бар. Мына ақпараттық технология қазір. Мына интернеттік, әлеуметтік желі қазақ пен қырғыздың қақпасын ашып, жүрегін ортақтастырып, бір жүйеге келтіріп отыр. Өйткені Бішкекте, Ошқа барсаңыз, кез келген қырғыз қолындағы смартфон арқылы қазақтың әнін, қазақтағы бір халық емшісінің дәрісін болсын, бір кісінің жақсы өлеңдерін болсын көріп отыр. Қазақстанда да солай, қырғыз бауырларымыздың әнін, күйін, бір сауда-саттық мәселесі болсын, соны көріп шеше алады. Сонда қазақ пен қырғыз өте осы жасанды интеллекті деп жатырмыз ғой. Сол дәуірде бізді қазақ пен қырғызды өте нығайтып, бір-біріне қанаттас халық қылып жұмылдыруға үлкен серпін береді деп сенем. Оның алғы шарттары әбден дайындалып жатыр. Түркі кеңістігіндегі түркі мемлекеттер ұйымы тарапынан, немесе Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Садыр бауырымыз Қырғызстанның президенті, екі елдің ортасындағы достық, одақтастық деңгейге жетіп отыр. Сондықтан осындай қатынастарымыз нығая берсе, әлбетте қазақ-қырғыздың бір ғажайып болашағы, дүние жүзіне үлгі болатындай кемел келешегі қалыптасады деп әбден сенеміз. Рахмет, арасында да түрде бір, тілегіде бір қос халықтың бірлігі бекем болғай дейміз. Студиямызға келіп, ой бөліскендеріңізге рахмет, алғыс білдіреміз өздеріңізге. Ойдо иште жана тилекте бир болгон кыргыз менен казактын биримдигин, ынтымагын, бир туугандыгын казалаган болуп аткан соңку окуяларыбызга таасын, баасын берип, жакшылыгын арттырган Кош Канат телекөпүрөсүнүн сапарынан ар көздөй улантабыз. Астана студиясындагы биздин конокторго жана кесиптештерге терең ыраазычылык билдирем дагы. Куттуу студиябызга кыргыз эстрадасынын жарык жылдызы, элибиздин бактысына бүткөн эгемендүүлүк менен чогуу келип, эчен деген керемет кайрыктарды аткарып келе жаткан Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз элинин сыймыктуу кызы, казак калкынын сүймөнчүктүү ырчысы Айчүрек Иманалиеваны куттуу студиябызга тосуп алалы. Жазам алтыны өзүңө да кулак сал менин сөзүмө, кат менен сизгени жиберем жүрөгүмдөн өзүңө.
Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз эстрадасынын жарык жылдызы, казак калкынын сүймөнчүктүү ырчысы Айчүрек Иманалиева болду. Терең ыраазычылык билдиребиз, бийчилерге ыраазычылык билдиребиз дагы. Эжебиз болсо студияга алып калабыз. Айчүрек апчы, Биржан студиябызга куш келипсиздер. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүн биз сиздер менен Казакстандагы жана Кыргызстандагы болуп аткан соңку маданий окуяларга сар эсеп салып, өткөн 25-жылда кандай сиздерде ийгиликтер болду, кыргыз-казак ортосундагы маданий байланышыбызды, деги эле болуп аткан окуялардын баардыгын бир жакшынакай кылып жыйынтыктаган турабыз. Айчүрек апчем, сиз Кыргыз эстрадасындагы көрүнүктүү, саналуу эстрада жылдыздарынын бирисиз. Казакстанда, Борбордук Азияда деги эле 90-жылдарда келген эстраданын чоң бир жанры, ушул кыргыз маданияты дейбизби, дүйнөлүк искусствонун бир чоң жанрында башында музду жарып келген, айсбергди жарып келген топтордун ичиндесиз. Өзбекстандан атап айтсак Фарук Закиров баш болгон, Казакстандан Роза Рымбаева эжелерибиз, андан кийин баш болду. Бүгүн казак эстрадасы болуп көрбөгөндөй Димаш аркылуу дүйнөлүк чоң бир алкакка чыгып атат. Кыргыз эстрадасы дагы анын сыртында калып калган жок. Өзүнүн чоң дымагы менен, жаңычылдыгы менен, жаңы боекчолору менен кирип келди. Деги эле кыргыз-казак эстрадасынын ортосундагы байланыш канчалык деңгээлде, кайсыл жылдары болуп көрбөгөндөй бийиктикке жетти, бүгүнкү күндөгү маданий байланышыңыздар кандай болуп атат? Биз кичинекей кезде сизди телевизордон көргөн кезде Кызыл гүл аркылуу жаттап, Айчүрек Иманалиева, Бек Борбиев, Асель Турдалиева, Динара Акуловалар деген ысымдар биздин экраныбызда байма-бай чыгып турчу. Кийинчерээк биз Казакстанга барган кезде сиздердин ырыңыңыздарды казакстандырып аткандарын көрдүк. Мына бүгүн дагы биздин ушул студиябызда Кош канаттын долбоорунун алкагында Чубак атабыздын Арман Ай деген ырын казак өнөрпозу баян менен аткарып берди. Деги эле ушул маданий байланыштын ортосунда жүрүп келе жаткан кайсыл ийгиликтерди баса белгилеп атап айтсак болот? Чоң рахмат. Эң биринчиден албетте кирип келе жаткан жаңы жылыбыз менен мен чын жүрөктөн ушул кыргыз элин, казак элин куттуктагым келет. 90-жылдары биз казак эл артисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Роза Рымбаева менен 3 жыл катар менен Бишкекте концерт бергенбиз. Адан тышкары мен жаңыдан баштап келе жатканда ушу Гүлдер ансамбли бар эле да, Казакстанда. Гүлдер ансамбли менен иштедик. Анан кийин бир 2-3 жыл эле болуп калды. Макбал Жунусова апай менен иштедик. Эң негизгиси мен мисалы казак бир туугандардын, казак элинин ырчыларына аябай чоң баа берем. Анткени өзүң айтып кеткендей, ушул Димаштын Казакстан үчүн кылган орду бул метр менен өлчөнүп, тараза менен өлчөнүп, метр менен саналбайт да. Мен ойлойм, биздин кыргыз элинин, биздин кыргыз журтубуздун дагы уучу кур эмес, бизде дагы абдан жакшы ырдаган балдар, өзгөчө балдар, эркек балдардан көп. Казак кыргыз бир тууган деп коет. Дилибиз деле бир, тилибиз деле окшош, беш бармагыбыз деле окшош, урушсак деле окшош. Эң негизгиси ушул досчулугубузга эч ким баягы орусча айткандай мешать этпей, кылымдардан кылымга улана берсин. Аны үчүн албетте биздин улуу муундар, биздин аксакалдар, биздин орто муундар буга серепкер болуш керек. Мен ойлойм, казак менен кыргыздын келечеги кең депчи. Бирок албетте азыр мындайча айтканда, колубузду жүрөккө коюп айтканда, эстрада жанры боюнча Казакстанда чоң көтөрүлүш, чоң баягы мындай подъем болду. Бул эң жакшы көрүнүш. Мен кубанам, сүйүнөм, анткени казактар бизге боордош, бир боорбуз. Ошондуктан мен алардын кубанычын тең бөлүшөт элем. Айтайын дегеним, буйруса ушул жылы дагы өзүм жеке концертимди бергим келип турат. Аны менен бирге ошол Казакстандан дагы ырчылардан чакыргым келип турат. Роза апайды кое коем да, туулган күнүбүздө балам менен кызымдын туулган күнү бир коюп койсом эле 3 күндөн кийин эле Роза Рымбаева апайды чакырып концерт койгузат да, бу да болсо жакшы. Эң негизгиси Кудайым жакшылыктан үмүт үзбөсүн, дайыма ушул талашканыбыз сый болуп, казак, кыргыз ортодо досчулугубуз бекем болуп, ушул телемостто, бир гана телемостто эмес, барып келип
кыз алышып, кыз беришип, куда болуп, иш кылып, баардык жакшылыктарды казак менен кыргыздын ортосунда боло берсин. Мындан кийин менин алтын иним дагы отурат, өзү казак болсо дагы, Айчүрөк эжеке деп мен ушул жигитти ушундай жакшы көрөм. Кудайым буйруса, көрдүңөрбү, жок экен да мындай Тоскоолдук, чегара тоскоолдук жок. чегара тоскоолдук жок экен. Кааласа бир жан келип бияка ырдайт, кааласа бир жанды мен үйгө чакырам, бир жан үйгө келип ырдап кетчи депчи. Эң жакшы бала, мен бир жанга жакшылыктарды гана каалаймын продюсери экөөнө. А кыргыз казак досчулугу чыңала берсин. Бар болуңуз эже, ыраазычылык билдиребиз. Биржан бауырым, Кыргызстан сиздин экинчи мекен, экинчи эл болду. Азыр жаңы Айчүрөк эже жакшы тилек айтты. Биз маданий гана байланыш менен эмес, кыз берип, кыз алышып, куда болушубуз керек. Биз сизди жакшы кыз жатка кетпейт дейт. Бирок биз сизди жакшы баланы бөлөк жака эмес, кыргызга күйөө балага кылгыбыз дагы келет. Себеби кыйбайтың адамдары бар. Кыймайтың жан экенсиң дейт го казак акындары. Ошол сыяктуу биз сени андишинизге кыйбайбыз. Кыргызстан сиз үчүн канчалык деңгээлде бир мекен же болбосо эл болуп бере алды? Ушул чыгармачылык өнөр менен келген сапарыңызда, сиздин калыптанышыңызда, бүгүнкү жылдыз болуп таанышыңызга кыргыз элинин салымы канчалык деңгээлде? Ассаламу алейкум, улуу урматтуу, кадырлуу Айкөл элим, кыргыз элим, жана да ынтымагы менен бирлиги жараскан казак элим келип жеткен тәуелсиздик мерекеси менен шын жүрөктөн куттуктаймын. Эки элимди де кирип келе жаткан жаңа жыл менен шын жүрөктөн куттуктаймын. Жаңа жылда жаңа табыстарга, жаңа бакыттарга кенеле бериңиздер. Элеп эскерип чакырып жаткандарыңызга үлкен рахмет айтам, Азиз байке. Энди казак пен кыргыздын ортасында жүргөндөн кийин кийде сурап турат, кайсыл жак сага жагат көбүрөөк деп. Анан Арине. Энди бияка көп элге маалим, ар кимдики ар кандай байланыш менен келет да. Бирөөдүкү маданий байланыш, бирөөдүкү спорт. Меники эми сүйүү байланышы менен келип калган бияка. Маган жар керек, кол жетпес багасы бар, тарбие санасы бар, таластай өзөнү менен манастай бабасы бар. Маган жар керек, ата-анам тамсанатын, шашу менен карсы алатын, комуз бен домбурадай косулуп эн салатын. Маган жар керек, энесин сыйлайтыгын, аброй жыйнайтыгын, 10 бала туамын деп бир жанды кыйнайтыгын деп. Майра Керим кызы апамыздын әуенінде Мирас Асан ағамыздың сөзіне жазылған маған жар керек деген өтте бір сон шығармамен өзімді байланыстырып кеткім келеді қырғыз елімде. Үлкен рахметімді айтам. Қырғыз елім менің жаңағы көп жерде айтам. Сол аяғым адамда екі бұт болса, ошон сол аяғым қазағым, сол оң аяғым қырғызым дейм. Сол сияқты оң қарегім қазағым, сол қарегім қырғызым, мойнында егіз тұмарым, мұхтарым менен чыңғызым дегендей. Ошол екі елімді аябай қатты жақсы көрөм. Жалпы қазақ елін өте қатты қырғыз елін сыйлайтын, мені сыйлаған деп білемін. Сол барша көріп жатқан телекөрермендерге үлкен алғысымды айтам. Қырғыз елінде аябай қатты жақсы көрөм, сүйем. Айчүрөк апама рахмат, Айчүрөк эжеме аман болуңуз, бар болуңуз. Біз сізді сыйлайбыз, урматтайбыз. Рахмат. Өнүп өсө бериңиз. Келчи мага. Баракелде. Чоң рахмат аябай. Биржан баракелде, так өзүңдөй жакшылар гана, данакерлер гана эки элдин бир туугандыгын андан ары көздөй жалгаштырып келе жатышат. Тарыхка кайрыла турган болсок, Токтогул менен Жамбылдын, Курмангазы менен Атайдын, андан бери келген Осмонкул менен Кенендин достуктары, Чыңгыз атабыз менен Муктар атабыздын достуктары, бүгүнкү күндөгү Балгынбек менен Элмирбектин достуктары, Айбек менен Азаматтын достуктары, ушулардын бардыгы далил. Алтынбек агабыз менен Айчүрөк эжебиздин ата кыз ортосундагы мамилеси, дүйнөлүк эстрадага салып аткан салымдары бул өзүнчө. Ушундай улуу дымак, улуу ооматты биз сага дагы тилейбиз. Бар бол дейли. Биржан кыргыздын классикалык ырларынан Муса атабыздын, Атай атабыздын, андан бери келгендер Сыпай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков, Асанкалы Керимбаев сыяктуу асылдарды казак тилинде ата турган болсок, азыр мисалы үчүн биз Жаштана жаштар театрынын Жамгыр төктүндөр деп аткандыгын, Табыл Дактановдун Ата канаттыр деп аткандарын билебиз да. Мындан башка дагы сенин жүрөгүңдө жүргөн кайсы чыгармаларды казак аудиториясына жеткирсек маанилүү деп ойлойсуң?
Мен азыркы учурда ушу дос балдарыбызбен чогулуп калган учурда ошо Рыспай Абдыкадыров атамыздын көптөгөн чыгармаларын угуп жүрөм. Анан жан дүйнөмө өтө бир жакын ушундай. Ушуларды ойлойм өзүмдө казак тилине которуп, казак элине де бир жеткирип, ушундай керемет чыгармалардан. Бизде деле казак элинде де Шамши Калдаяков деген аталарыбыздын тоже ырлары бар. Эл оозунда калган, элге сиңип кеткен. Ошондой эле Рыспай Абдыкадыров атамыздын да ырлары окшош да. Ошон үчүн ошондой ойлорум бар. Буюрса алдагы убакыттарда. Ушунун өзү эгиз элдин кош канат экендигин далилдеп турат. Ырашчылык билдиребиз. Биз сапарыбызды улантабыз дагы кеп кезегин Астана студиясы сиздерге узатабыз, кесиптештер. Рахмет, Қос қанат телекөпірін одан әрі жалғастырамыз және бағдарламамыздың келесі қонақтары Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Қырғыздың халық әндерін кәсіби деңгейде орындап жүргені үшін Қырғызстанның Малдыбаев атындағы халықаралық сыйлығының лауреаты атанған әнші профессор Бағдат Самидинова студиямызда. Сондай-ақ талантты ақын, PhD докторы. Күні кеше Қостанайда өткен республикалық айтыстың бас жүлдесін қанжығасына байлаған айтыскер Әсем Ережеқызы бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Қош қанаттың төріне қош келдіңіздер. Енді өздеріңізбен сұхбат құрсақ деген ниетіміз бар. Дәл осы қырғыз-қазақ мәдениетінің жаңа бір деңгейін көтеріп жатқан қазір таңда енді Қос қанат телекөпірінің төрінде Бағдат ханым, Әсем ханым екеуіңізге ортақ сұрақ. Жалпы енді біз қырғыз бен қазақтың мынау шығармашылық достығын өте жақсы білеміз. Сәкен Сейфуллин мен Түгелбай Шыңғыбаевтың, Айтматов пен Әуезовтің достығы деген секілді, Шахановтың достығы деген секілді. Дәл осы достық қазіргі таңда жаңа буында қалай сабақтастығын тауып жатыр? Өзіңізден бастайықшы. Мен өзім жеке басым қырғыздарды өте жақсы көремін. Себебі мен Меркі ауданында өстім ғой. Бала кезімде ылғи қырғыздың теледидарын көретінбіз, радиосын еститінбіз. Содан болар мен қырғыздың әндерін өте жақсы көремін. Қырғыздан осы егерде айтатын болсақ, қырғыз бен қазақтың ортасын өзім ғой деймін мен. Кішкене де болса өнер ұжымдарына, өнерлі адамдарға мен кішкене болса жақындаттым. Себебі мен бір Манастың 1000 жылдығына бардым, оның алдында да бір концерттерге барып жүргем. Бірақ мына жерде правительство болды ғой, енді білді. Сол кезде мен жал-жалымды айтып Қырғызстанға бардым. Сол кезде кейіннен тағы бір концертке шақырды. Сол жерде мен Саламат Садықова мен халық артисі ғой қазір. Сол кісіменен таныстым. Алғаш рет оны шақырдым. Ол бір 90-шы жылдардың басында енді. Сол кезде содан бері одан кейін телевидение көрді оны. Оларда жиі шақыратын болды. Одан кейін мен елшілікте бір ақын Акбар Рыскулов деген ақын болды. Сол кісілер менен жақсы тығыз байланыста болдық. Сөйтіп жүріп, Алтынбек аға маған қырғыз-қазақ арасы деген әнді жазып берді. Ол одан бетер біздердің мынау жақындасуымызға көп әсері болды. Одан кейін барып Бегімайды айттым. Бегімай деген білесіздер ғой тарихын. Бегімай мен Раймалының махаббаты. Сол жердегі оның енді тарихын білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Сол кісінің поэмасын тыңдап отырып, Күләш Ахметова кереметтей өлең жазған екен. Содан кейін барып мен Нарындан жазған салам хат. Кеттік Нарынға дедім ғой. Сол ол Розаның концерті болатын, Роза Аманованың. Содан кейін оның алдында Саламат менің бір әнім бар енді, сол Нарындан ғой деймін. Соны телевидениеға беріп жіберген ғой, оны күніге береді. Мені қырғыз елі жалпы бұлай түсінігі бар. Қырғыздың қызысың ба дейтін маған. Осы мен оқуға келіп түскенде, сен қырғызсың ба, жоқ қазақсың ба деді ғой. Қырғыз емеспін, қазақпын, бірақ қырғызбен өте тығыз байланыстамын деп. Сол ондай әңгімелер енді айта берсем өте көп. Біздің достығымыз мәңгі деп ойлаймын. Әсем ханым, ақындар арасында достық, сабақтастық деген мәселеге тоқталсақ. Ол қырғыз бен қазақ арасындағы рухани байланыс, ол ежелден бар ғой. Олай болуы да заңды, өйткені
төсек басы төскейде малы қосылған Алатауды қатар жайлаған егіз елміз ғой. Олай болуы әбден заңды. Енді мен өзім кішкентай кезімнен Айтматовты көп оқыдым. Себебі енді көп жиі аударылған Айтматов болса керек. Айтматовты қазақ деп ойлайтынмын әуелгіде. Содан кейін адам аттары бәрі ұқсайды ғой. Содан кейін өсе келе түсіндім қырғыз халқының жазушысы екенін. Енді сол кісі арқылы ол халыққа деген өзімнің ерекше құрметім болды. Бірақ мен енді шығыста өскендіктен ана қырғыздың халық жазушысы Сұлтан Раев айтады ғой, сен шығыста тірі қырғызды көрмейсің ғой, қазір қалай аударушысын, қалай тез үйреніп алдың деп. Сол айтқандай маған өте алыс болды негізі. Осында келгеннен кейін де айтысқа шығып жүрген кезде Қырғызстанға баруға мен айтысқа жасқан шақта айттым, себебі олар тез айтады, мен түсінбей қалам дегендей. Енді бірақ көп жылдан бері ғой қазақ пен қырғыздың арасындағы айтысқа бізден де ақындар барып айтысады, о жақтан да ақындар келіп бізбенен айтысып жүр. Өз басым сол былтыр алдыңғы жылы тұңғыш рет бардым айтысқа. Сол жолы бас бәйгесін алып келдім Қырғызстанның. Сол кезде енді кішкене қиындау болды, себебі қырғыздың ақындары өте жылдам айтады ғой, темп бар. Содан кейін кейде түсінбей қалатын жерлерім болады. Түсінген сөздеріме жауап беріп айтысып отырдым ғой. Енді жалпы осында енді сол кезден бастап мен қазір жиі қырғыз бен қазақ арасында байланысқа көп қатысам, себебі аударма мәселелері бар деген сияқты, жаңағы айтыс бар, сондай шаруалар. Енді қырғыз бен қазақты мен өзім қазаққа қырғызды ең жақын деп қабылдаймын, өз бауырым деп қабылдаймын. Қырғызға деген жаңағы ерекше өзімде құрмет бар. Мысалы түрік пен Әзірбайжан өте жақын ғой бір-біріне. Түріктер айтады, жан Әзірбайжан деп айтады, жай айтпайды, жан Әзірбайжан деп өте жақсы көріп айтады. Сол сияқты бізде қырғыз бен қазақ мен қазір өте жиі байқаймын, басқалардан қарағанда қазақ пен қырғыз бір-бірі десе жаным беріп тұрады. Бізде де солай жан қырғызым, жан қазағым деп айтсақ болады негізі. Ерекшелігі жоқ қой ешқандай. Ешқандай, иә. Бір сөзінде кейбір сөздері болмаса. Иә, енді түйенің екі өркешіндей, домбыраның қос ішегіндей қатар отырған екі халық қой. Жаңа Бағдат ханым, сіз айттыңыз, қырғыздың әнін жақсы көрем деп. Жалпы қырғыз бен қазақ әндерінің айырмашылығы қандай? Өзіңіз орындағанда не сезінесіз? Қиын болмайды? Енді қырғыздың әні лирика, керемет енді. Оның енді жаңағындай Айшүрек айтқан әндей керемет әлгі темпта. Ондай да бар. Бірақ әйтеуір білмеймін мен сол қырғыздың қырғыз десе маған лирика керемет тұнып тұрған бір әдемі лирика есіме түседі. Сол қырғыздың бір керемет әнін айтсам екен деп отырар сазында істеп жүргенімде біз қырғызға баратын болдық. Нұрғиса аға айтты, бір жақсы қырғыздың әнін алып келші деп. Бірақ аға енді ол күнге жете алмадық. Сондықтан ағамыз о дүниелік болып кетті да, сол қалпында қалып қалды. Мен енді отырар сазында ағамен бірге бір 10 жылдай жұмыс істедім ғой. Осы ретте Әсем ханым, өзіңізден енді қонаққа де сұрағымыз келіп отыр. Қос қанатқа жалпы шақырғаннан кейін өзіңіз бір шумақтарын құрап келген шығарсыз. Бір туған ел біз тамырдан, бір шыққандай қарындан, бірі мөгдеп тұрғанда, біріне бірі қамырған. Қазақты қиян қаптаса, қырғызға түсет шағылған. Талада диқан қазақтар, тамшы суға зарылған. Қырғызстанда қышында қар жаусын деп жалынған. Жайында ысық болсын деп ысық көлге қамынған. Қышта да жайда ойлонтқон қырғызым секет жаныңдан. 800 ғылым өтсе да сен болғын жерден табылған. Рахмет, керемет. Дәл осындай біз әдемі нотада қазір енді әңгімемізге сәл үзіліс жасап, студиямызға енді биыл Абайдың 180 жылдығы аталып өтілді үлкен деңгейде. Абайдың «Айттым сәлем қаламқас» әнін жаңа бір форматта орындалған нұсқасын көрсек деп отырмыз. Қарсы алайық.
келтіребіз. Абай атабыздың шығармашылығына арнап бий қойып берген балерина Усқадағы терең тазим етебіз бейчибізге. Бағдат эже, Асем эже, сіздерді телекөпір арқылы көріп атқаныңызға чексіз қуаныштабыз. Біздің қырғыздың халық ақыны Рамис Рысқұлов жазғандай, «Котормо май құйып қойып матарго» дегендей, қырғыз адабиятының классиктерін ешендерін қотарып, қайрадан өзімізге оқытып, аны аймағын кеңейтіп, Қазақстандадағы қайра басылып шығып атқанына чексіз қуаныштабыз жана ыраазычылык билдиребиз. Анем сіздің айтышыңызды, сіздің шығармашылығыңыз жөнүндө, түрк дүйнөсүнө тийгизип аткан таасириңиз адабият айдыңы болсын, бардығынан кенен қабарыбыз бар. Бағдат эже болса, қырғыз елінде біз Розаманованы, Саламат Садықованы, Айшүрек Иманалиевны қандай көре тұрған болсақ, Бағдат ападағы бізге тағошол қатарда тұрған, Алтынбек Қорозбаев айтқан 16 қыстың бири қатарында біздің жүрегімізде сақталған. Бар болыңыздар. Айшүрек эже, Бағдат эже аябай жақсы сөздерді айтты сіз жөнүндө. Асем эже биздин адабиятчыларыбыз, жазуучулар жөнүндө айтты. Султан акеден баштап, Каныбек айга чейин Түгөлбай агай жакын есімдені қотырғанын жатқандығын угуп жатабыз. Түгөлбай агайыбыз қотырған Қошқанат ыргактары деген қазақтың тетиги Мухаммед Өтемис уулунан баштап кечеги Насипбек Айтылууга чейинки, Роза Алгажоого чейинки биздин казак акындардын баарын которуп алып келди. Биз сиздин жаштыгыңызды эстеген кезде Азия дауысы деген фестивалды эстейбиз. Себеби сиз биздин элдин намысын Казакстанды ичен ирет Азия дауысы аркылуу коргоп келгенсиз. Азия дауысы бүгүн сиздин карайыңызда кандай калды? Сагынасыз ошол күндөрдү? Албетте мен ал жерге 4 жолу катыштым. Мындай чоң масштабтагы фестивалдын болбой калышы албетте өкүнүчтүү. Бирок менин жүрөгүмдө түбөлүккө менин балдарыма, неберелериме, чөбөрөлөрүмө Кудай буйруса ал съемка ошол жака барган Азия даусындагы ырдаган үнүм, өңүм, жаштыгым қалды деп мен есептейм. Азия дауысы дегенде кайсы залкарларды эстейсиз? Азия дауысы дегенде кайсы залкарлар болгондо дүйнө жүзүндөгү бардык мен деген Митхун Чакраборти, Алла Пугачевага чейин, Ишилып Тото Кутуньо, дүйнөдөгү кайсы ошол учурдагы жанып турган жылдыздардын баарын алып келген Азия дауысы. Ошол жылдыздардын арасында мен дагы тамчыдай болуп Кыргызстандан барып катышканыма албетте курсанмын. Эгерде Азия дауысы кайра жанданып, кайра боло турган болсо, албетте дүйнө жүзүнө дегеле Казакстанга эмес, дүйнө жүзүнө бир өзгөчө бир шарм тартуулаган казактар шоу жасаганды билишет. Чынын айткандачы, эң сонун болмок. Мен өзүм барбасам дагы аркаман кызым келетат, Аэлитаны даярдап туруп, Кудайым буйруса ошол Азия дауысына алып бармакмын. Жашасын кыргыз эли, жашасын Казакстан, жашасын Азия дауысы, жашасын Мейкин Азия. Ай, баракелде. Биржан, сен Қазақстанда дагы, Кыргызстанда дагы өзүң чыгармачылыгың менен чоң ийгиликтер жарап келе жаткан жаш таланттардын бирисиң. Жаңы дүбүртсүң, жаңы эргүүсүң, жаңы көз караш, жаңы жүзсүң, жаңы үнсүң. Казак жана кыргыз шоу бизнесинин айырмачылыгы эмнеде? Дегеле казак ырнарын Кыргызстанда аткарып жүрүп ушундай ийгиликке жетишиңдин, кыргыз казактын орто кырчы болуп калышыңдын сыры эмнеде? Енді мені Қазақстандан қазір Бағдат Самидинова деген апамызды қарап отырмыз. Бағдат Самидинова апамыз екеуміз жерлеспіз. Жамбыл облысы Меркі ауданы деген бұл қырғыз еліміздің границасында тұрған жер. Жалпы өзі білмеймін, жан дүниеме Қырғызстанға жақын болғаннан кейін бір қырғыз ырлары жақын тұрады да. Анан қазақ ырларына қарағанда қырғыз ырларын ырдасам, бір өзгөчө бір сезімге балқып, балким сүйүү ушул жактан болгондон ба, мындай бир өзгөчө бир нелер болот әрине. Жалпы казак пен кыргыздын әндериндеги айырмачылык менин көз алдыма калай элестетиледи? Кыргыз әндери косулуп жатса, Кыргызстандын сонун кооз таулары көз алдыма элестейт. Казак ырлары коюлса, казактын кең даласы, жанагындай далада учуп бараткан кос сондай бүркөт элестейт да. Жалпы енді эстрададагы айырмачылык сол жанагы сы менен шысы болбосо айырмасы деле жок, анча жок, көптөгөн бирдей окшош, оп-окшош. Жалпы казак пен кыргызды бир бауыр жанагы агасы менен инисиндей көрөм. Агасы менен иниси енді семьяда, жанұяда, отбасыда, үй бүлөдө барлык нерсе болуп турат го. Агасы менен иниси урушуп калышы да мүмкүн, ошо
ұрыспаш үшін комментарийді өчіріп қойшы ұқсайды, керек ұқсайды. Бағдат эжекебиз да учурунда нарындан жазган салам катты ырдап жүрдү да, Бағдат эже, салам сизге. Саламдар жолдайбыз. Бағдат апамызды көргеніме қуаныштымын. Бұл кісілер біздің алдымыздағы ұлы кісілер, одан кейінгі жалғап келетқан біздер, мына Айчүрек апам бар, осы кісілердің жолын жалғап, Құдай қаласа бізден кейін де олана береді деп ойлаймын. Құдай қаласа қазақ пен қырғыздың достығына ешқашан көз тимесін, сөз тимесін, жасай берсін. Қырғыз еліміз жасай берсін, қазақ еліміз. Ай, баракелді. Бар болыңыздар, Айчүрек апче, Биржан, урматтуу бауырым, терең ыраазычылык билдиребиз. Студияга келип бергениңиз учурдан пайдаланып, биздин кыргыз адабиятын казак элине жеткизип аткан биздин калемгер, кесиптешибиз, урматтуу акын, айтыштын дагы, поэзиянын дагы акыны, кезиндеги Мукагали атабыз жазгандай Фаризажан, Фариза кыз дегендей, бүгүнкү күндөгү Асем кыз сизге дагы салам жолдойбуз. Сиздин ырларыңызды, сиздин айтыштарды Кыргызстанда түмөндөгөн эл күтүп, угуп келет. Бизден алып кеткен баш байгеңиз сизге куттуу болсун. Жакында чыгара турган жана жакында которо турган Түгөлбай Казаков атабыздын эсимдесине ийгиликтерди каалайбыз. Кийинки эфирлерде урматтуу Айчүрек апа, Биржан, биз Кудай буйрса буга чейин Кошканат аркылуу чоң долбоор концертти, мега долбоорду Кыргызстанда жасаганбыз. Жаңырган жылда так ошол концертти дагы жасаган турабыз. Ошол концертке Казакстандан сиздердин кесиптештериңиздер келет. Алардын катарында биздин аки Бағдат апабызды дагы, Асем эжени дагы чакырабыз. Ал эми сиздерди болсо ушул жерде биздин катарыбызда туудай туруп беришиңиздерди сурайбыз. Учурдан пайдаланып элге жооп кылып Кошканат менен биргебиз деген сөздү айтып койсоңуздар, биз концертибизде ушул көз ирмемди Кудай буйрса тартуулай берет. Сөзсүз түрдө Кудай буйруса, Кошканат менен биргебиз. Жасай берсин Кошканат. Рахмат. Анда эмесе сиздерге кыргыз элинин атынан казак кыргыздын орток уулу Биржан Байболдон керемет чыгарма тартуулайбыз. Кабыл алыңыздар. Сайраган сол кыз, ол әндетсе тербелер көктегі ай жұлдыз. Ақ қалпақты алатау қазба ұрлықпен, сол бір қызға сенің сәлемін білгіз. Нұр төккенде таң қарай, шыдар жаңғалай, жалт етіп бір көрінген сенден айзағай. Жаным, 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 арманай, арманай, ән толғанай. Жаным, 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 арманай, арманай, ән толғанай. Ол қырғызда мен қазақ кездескен кезар, сезбеппін ау сағыныш саларын азап. Ыстық көлдің жағасын бірге қыдырып, күй кешірсем басымнан өшпейтін ғажап. Нұр төккенде таң қарай, шыдар жаңғалай, жалт етіп бір жоқ болған сенден айзағай. Жаным, 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 арманай, арманай, әнім толғанай. Жаным, 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 арманай, арманай, әнім толғанай. Қырғыз қазақ бауырда, ортақ тауында, басылмай жүрсен жаққа жалтақтауында. Жанарыңды от шашқан көруге асықпын, ей бір қыдырып келсеңші біздің ауылға. Нұр төккенде таң қарай, шыдар жаңғалай, жалт етіп бір көрінген сенден айзағай. Жаным, 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 арманай, арманай, әнім толғанай. Жаным, 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 арманай, арманай, әнім толғанай. Нұр төккенде таң қарай, шыдар жаңғалай, жалт етіп бір көрінген сенден айзағай. Жаным, 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 арманай.
Баракелде, керней сурнай тартылып, керемети артылып, кайсы казак жана кайсы кыргыз болбосун үйүндө жакшылык болсо, эки элдин ынтымагын биримдигин, эртеңки келечегин аныктай турган керемет чыгарманы аткарып берген кыргыз менен казактын орток уулу Алтын көпүрө данакелибиз Алтын көкүл күмүш Саамай Биржан Байбол кемелине келтирип аткарып берди, ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу замандаштар жана теле көрүүчүлөр, Астана жана Бишкек студиясынан сиздер Кошканат теле долбоорунун 10-чу чыгарылышын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызга бизге куттуу студияга келип берген кыргыз эстрадасынын жарык жылдызы, кыргыз маданиятынын, казак маданиятынын көрүнүктүү бараандуу өкүлү, Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздин эстрадабыздын кыл чокусу Айчүрек Иманалиева жана кыргыз менен казактын ортосундагы ак шам болуп жанып келе жаткан жалындуу жана жагымдуу, сыймыктуу жана сүймөнчүктүү талантыбыз Биржан Байбол болду. Эки элди эртеңки жаңы жыл менен куттуктап берсеңиздер, биз көрсөтүүбүздө жыйынтыктаган турабыз. Сөз сизде апча. Урматтуу казак бир туугандар, кыргызстандыктар, жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бар болуңуздар. Ар дайым жан дүйнөңүздөрдү жагымдуу музыка коштоп турсун. Урматтуу кыргыз элим, кадырле казак элим, сиздерди кирип келе жаткан 2026 жаңа жыл мерекеси менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жаңа жыл жаңа табыстарга, мол кенчиликтерге, байлыктарга, берекелі шығармашылық табыстарға, кесіптештерімізге бұйырсын. Қырғыз еліміз, қазақ еліміз өніге берсін, өсе берсін, дамый берсін, даңазалана берсін. Бүткіл алам танысын біздің елдерімізде. Жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, урматтуу Айчүрек эже, Биржан, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз кайрадан кезекти Астана студиясы сиздерге узатабыз, кесиптештер. Рахмет бауырлар, сіздердің Бишкек студиясындағы әдемі ақ тілек лебіздеріңізге алыс білдіреміз, және өзіміздің Биржан бауырымыздың салған әні қандай керемет. Расыменде Алатаудың ар жақ бер жағында отырсақ та, арамызда қаншама шақырым болса да, бір достықтың лебі сезіліп тұрғандай, шекарасы да. Ал енді бізде сұхбатымызды түйіндейік. Жаңа ғана Бишкектегі бауырларымыз жаңа жылға әдемі лебіздерін айтты. Қазақ қырғыз еліне қатар сіздерден де ақ тілектеріңізді естісек. Енді қырғыз бен қазақтың мәдениеті бірге болып жатыр ғой енді. Өмірі де ешқандай бір өзгеріс жоқ. Сол өмірі де, жалпы бір тұрмыс тіршілігі де бәріне бір-біріне ұқсас, сондықтан қырғыз бен қазақ аман болсын. Мен тіпті ойламаппын, мен кішкентай кезімде, мен өзімді кім екенімді кейіннен анықтап жүрмін ғой. Мен қырғыз екі ел екен. Біздің туысқандарымыз көп өте. Қырғыздан апамыз бар, одан кейін менің ағам, жақын туысқандарымыз сол Қырғызстанда тұрады. Сондықтан аман болайық барлығымыз. Екі елдің достығы мәңгілік болсын. Аман есен сол қырғыздың әдемі сұлу әндерін мен айтып жүре берейін. Қасиетті қазағым, қырғызым, келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаратқан енді екі халықтың басынан да ешқандай бақытын аямасын. Жаңа жыл тек молшылықпен, жақсылықпен, берекемен келсін. Осы қырғыз бен қазақ тонның ішкі бауындай жақсы қарым-қатынаста болып, мына үлкен бір тұтас түркі дүниясының жаңағы бір шетін көтеріп тұрсын, өзінің үлесін қоссын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Қырғыздарым ақ қалпағын киіп, әлемге сән беріп жүре беріңіздер. Айтқандарыңыз келсін. Расыменде енді қырғыз бен қазақтың мәдениетіне қосып жүрген үлестеріңіз, жалпы түгел түркі руханиятына қосып жүрген үлестеріңіз зор. Енді Бадатпай өзіңіз айтып қалдыңыз, қырғыз бен қазақтың әндерін шырқап жүре берейін деп. Ендеше Қосқанаттың студиясында сіздің әніңізбен біз түйіндесек деп отырмыз. Ортаға аша қойсаңыз. Рахмет. Пайда барбы Күлкү менен, шат менен таң атыр
жалын жашы жалыны жаш қайда қалды қайда қалды жылаң айлақ су кечкен сайда қалды жылғалардан гүл терген жайда қалды ишке той бойыр менен күн батырған жалыны жаш ей жалыны жаш күлгін жаш ей күлгіні жаш артта қалды артта қалды Taşlar iter sen dele çoktun demi Kaysıl topko alp barıp kostun meni Ayrılığım çok argam çok aylamda çok Hoş bolu benim yaştığım hoş bol menin altınım hoş bol emi koşkun emi ayrılgım çok argam çok aylamda çok koş bol benim yaştığım hoş bol menin altınım hoş bol emi hoş bol emi hoş bol emi hoş bol emi Әлемде сенім азайып, диалог кәлсіреп тұрған шақта Қазақстан мен Қырғызстан мәдениет арқылы тілдесіп келеді. Өнер саясаттан биік, шекарадан кең ұғым. Бүгін біз тағы да бір мәрте көз жеткізгендейміз. Қазақ пен Қырғыздың достығы декларациямен емес, ғасырлар бойы қалыптасқан өмірлік тәжірибемен бекіген байланыс. Құдалықта, жекжаттықта, сахнада, ғылым мен өнерде жалғасқан осы жақындық келешек ұрпаққа да аманат болып қалуы тиіс. Тәуелсіз Қазақстанның мерекесіне орай қырғыз бауырларымыздың жылы лебізі біз үшін үлкен құрмет. Бұл екі елдің егемендігі бір-біріне тірек екенін білдіреді емес пе? Ендеше тәуелсіздігіміз баянды, бауырластығымыз берік болсын. Астана мен Бішкектен жалғасқан осы рухани көпір ешқашан үзілмесін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қадырман телегөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Кошканат теле долбоору өзүнүн 10-чы айланпасын тагыраагы Астана жана Бишкек теле көпүрөсү аркылуу Кыргыз менен Казактын ортосунда болуп аткан маданий байланыштарды жакшыбызды ашырып, жаманыбызды жашырып, элге эрмек болуп туруп бердик. Қазақстан Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө жана ошондой эле кирип келе жаткан жаңы жылга арналган чыгарылышыбызды бүгүн көрсөтүүбүз менен жыйынтыктайбыз. Эгиз элибиздин ортосундагы табият кошкон бир туугандыгыбыз, эгиздигибиздин түбөлүгү түз, сапары байсалдуу болсун. Кыргыз Республикасынын эл акыны Атай Өмүрканов аталып жазгандай, ушул жылы акындар жакшыры жазсын, ушул жылы кыз бозой каталышсын. Ушул жылы баласыздар бала көрүп, базар болуп коргону бакылдашсын. Ар кимдин ойлогону ишке ашсын, арар ким турмушунан бакыт тапсын. Онтогон оорул уулар ушул күнү сакайып, арабызга аралашсын. Ар дайым жаңырган жылыбыз Казак менен Кыргыздын бир туугандыгын мындан арулай турган ак жолтой жыл болсун дейле. Эки элдин кызматында кызыр туруп, башыбызда пайгамбар туруп берсин. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жалпы дүйнө аман туруңуздар.